Мына қазір садақа, зекет, пітір садақа дегендер жүріп жатыр ғой. Осыны адамдар шатастырып жатыр. Пітір садақа деген не, зекетпен араластырып, біреулер зекет беріп жатырмын деп қояды да, бірақ пітір садақа беріп жатыр да. Немесе тағы бір шатастырып жатыр бір-бірінен. Осы жерде бөліп берсеңіз. Алла разы болсын, сұраққа келіп жатыр. Бізде садақа бар, пітір садақа бар, зекет бар. Үшеуін біз тоқтала кететін болса, негізі үшеуі үш түрлі нәрсе. Пітір садақасы мынау Рамазан айында беріледі. Рамазан айында мынау Рамазан оразасының айт намазға шейін беріп қою керек. Бұл қазіргі бізде бекітілгені 500 теңге. Бұны шығарған уақытта әр отбасыдағы жеке адамға қарап шығарасыз. Бір отбасыда 10 адам ба, 10 адамға шығарасыз. 10 адамға қанша? 5000 теңге. Ал енді 2 адам болса, 2 адамға шығарасыз 1000 теңге. Енді көп шығаратын болсаңыз зияны жоқ оның. Бірақ оның өлшемі бар екен, қанша? 500 теңге. Биылғысы. Енді ол әрине бидайдың өсуіне, ненің өсуіне қарап не қылады екен, бұл да қымбаттай береді. Егер бір қалып тұратын болса, қалпын тоқтатпайды. Бірақ өлшемі бар екен да. Бұны қай уақыт екен? Бұны ораза айтының айт намазға шейін беріп қою керек екен. Енді кейде білеміз, осыны пітір садақасын кейбір жігіттер жаңа күрішпен, бидаймен беріп жатады. Бұрын пайғамбарымыз солай берген дейді. Дұрыс. Бұрын адамдардың жағдайы соған келетін. Адамдардың қажеттілігі бидай болатын, ұн болатын. Бірақ қазір біздің таңда не қылды? Оны ақшалай біз есептедік. Сол ұнға, сол нәрселерге, бидайға қарап. Енді ақшалай беретін болса, оны ешқандай қиындығы жоқ. Өйткені адамдардың қазірге қажеттілігі ақшаға көбірек. Сіз оған барып, жаңағы 2 кило құрма апарғаннан гөрі, сіз оған не 500 теңге ақша беретін болсаң, ол бір неңгесіне пайдалана алады. Бұл айтқан уақытта пітір садақасының мақсаты не деген уақытта? Айт күні, мереке күні адамдар бір күн болса да жаңағыдай тамағын ойламасын. Ол да күлсін, ол да қуансын, ол да мерекенің қызығын сезінсін деген мақсатта не қылады екен? Беріледі екен де ол. Кімдерге? Кедейлерге. Енді бұны берген уақытта қай жаққа беру керек? Әрине бізде кей кезде естіп жатамыз, мешітке бере ма деген әңгімені естиміз да. Бұл жерде мәселе былай. Ең бірінші мәселе, оны мұқтаждарға береміз. Егер өзіміздің таныс, біліс, мұқтаждар болатын болса, берік, ешқандай қиындығы жоқ. Бірақ кейбір адамдар ондайды, мысалы үшін мұқтаж адамдар жоқ болуы мүмкін, білмеуі мүмкін, немесе беріп қойған болуы мүмкін. Онда мешітке алып келетін болса, мешітте білеміз. Мешітке көптеген адамдар келеді, көмек сұрап келеді. Отбасындағы жағдайды айтып келеді. Жолда қалып кеткендер болады. Жағдай қалай болады? Бұл айтқан уақытта мешіттің екінші бір несі қайырымдылық жұмыспен мешіт айналысады. Мешіттерде жаңағыдай мұқтаж жандардың тізімі болады. Соларға үлестіріп береді. Бұл пітір садақасы екен, құрметті ағайын. Ал екінші садақа деген нәрсе не? Садақа деген нәрсе бұл адамның өз еркімен қалауымен шығаратын нәрсесі. Ол 1 теңге, 100 теңге, бірақ ниет болу керек те, Алла үшін деген нәрсе. Садақа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді ғой, өздеріңізді тозақ отынан жарты құрма беріп болса да не қылыңыздар дейді, құтқарыңыздар дейді. Сақтаңыздар дейді. Бұл деген нәрсе оның үлкен кіші болмайды екен, бірақ ниет болу керек екен да. Бұның белгілі бір уақыты болмайды екен, бұның өлшемі болмайды екен. Пітір садақасы секілді. Бұны барлық уақытта беруге болады. Ал зекет деген нәрсе бұл байларға ғана беріледі. Бұның да нисабы бар, өлшемі бар екен. Ол ең азы 85 грамм алтынға сіздің дүниеңіз жету керек. 85 грамм алтынға дүниеңе жететін болса, және сол дүние 1 жылға айланса, ол барлық адамға емес. Бір адам мысалы үшін айлық алады, 100 мың теңге айлық алады да, бірақ ол айдан айға шейін жетпейді. Бір адам 200 мың теңге айлық алады, айдан айға жетпейді де, бітіп қала береді. Ол бай емес, ол күнделікті қажеттілігін жететін дүниесі бар, бірақ ол артық дүниесі жоқ та. Бұл артық дүниесі бар адамдарға айтып жатыр. Артық дүниеңіз сіздің 85 грамм алтынға жетіп, ол сақталатын болса, 1 жыл айланатын болса, сонда ғана сіз зекет бересіз. Зекет байларға берілетін нәрсе. Өзіңіз мұқтаж болсаңыз, зекет бермейсіз. Ал бұл зекеттің былай айтқанда қойдың өзінің өлшемі бар, сиырдың өлшемі бар, түйенің өлшемі бар, жылқының өлшемі бар. Енді жылқы енді 40-тан 1 дейді ғой. Жалпы былай айтқанда зекеттің өлшемі бар екен да. Бұл байлар ғана береді, жалпы адамдар емес. Кімдерге? Мұқтаждарға береді екен да бұны. Бұны жылына 1 рет береді. Байлар жылына 1 рет береді. Сол үшін мынау пітір садақасы мен зекеттің өлшемі болады екен да, а садақаның өлшемі болмайды екен. Анау зекет, пітір садақасы Рамазанда берілсе, зекет жылына 1 рет малыңыз, дүниеңізге 1 жыл айланған кезде беретін дүние екен. Бұны да беретін кезде, құрметті ағайындар,
сол нәрсе. Жаңағыдай танитын білетіндеріңіз болатын болса, қарызға батып қалған туысқандардан шынымен мұқтаж болатын болса, берсеңіздер ешқандай қиындық жоқ. Ал егер ондай адам таппасаңыздар, кейде көресіз, қажетін өтеп қойдыңыз, бірақ енді зекет сізде көп бересіз, дүниеңіз жеткілікті, Алла берген нығметі көп сізде. Онда сіз мешітке келсеңіз, мешітте жаңа тізімдер бар. Айтайын, мыңдап адамдарға көмек беріледі, мыңдап адамдарға. Сол үшін, альхамдулилля, Аллаға есеп шүкірлер болсын, сол зекет беріп айтқан бауырларымыздың Алла Тағала дүниесін еселесін, иншалла, садақа беретін бауырларымыздың да сол зекет беруге үшін шамасы келген Алла нәсіп етсін. Пітір садақа беріп жатқан бауырларымыздың Алла субхана ва тағала пітір садақаларын қабыл етсін, иншалла. Алла разы